Сәлем достар. Біз бүгін бұл сабақта ежелгі Қазақстанда темір дәуірі кезінде өмір сүрген тайпалардың шаруашылығы, кәсібі туралы айтатын боламыз. Неге бұл кезең темір дәуірі деп аталынды? Себебі бұл кезеңдегі тайпалар темірден еңбек құралдарын және қару-жарақты жасай білді, яғни темірді игерді. Өндіріске темір құрал жабдықтары, еңбек құралдары енгізіліп, тас дәуіріндегі еңбек құралдарының бәрін ығыстырып шығарды. Сондықтан бұл кезең темір дәуірі деп аталынды. Сіздер менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Темір дәуірінің қамтитын аралығы біздің заманымыздан бұрынғы 8 ғасыр мен біздің заманымыздың 6 ғасырының аралығы. Темір дәуірі жалпы екіге бөлінеді. Ерте темір дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 8 ғасыр, біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырлар аралығы. Кейінгі темір дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 3 және біздің заманымыздың 6 ғасырларының аралығын қамтиды. Ерте темір дәуірінде мал басының көбеюіне байланысты қалыптасқан шаруашылық. Бұл көшпелі мал шаруашылығы. Ерте темір дәуірінде мал басы өсті, жайылымдық жер тарылды. Сондықтан адамдар қолындағы малдарды алыс жайылымға апарып жаятын болды. Әсіресе тебіндеп жайыла алатын қой менен жылқыны көбірек өсірді. Бұл шаруашылық көшпелі мал шаруашылығы деп аталды. Табиғаттың дайын өнімін пайдаланған аңшы терімшілерден көшпелілердің айырмашылығы өнім өндіруі. Көшпелілер 4 түлік малды өсірді және оларды өсіріп қана қойған жоқ, олардың өнімін пайдаланды. Сүтін, етін пайдаланды және жүні менен терісінен тұрмысқа қажетті заттар жасай білді. Ал егіншілер болатын болса, бидай, қара бидай егіп, оның өнімін пайдаланды. Малды қыста жаюға байланысты қалыптасқан жайылым тебінді жайылым деп аталынды. Көшпелілер қыста да малды далаға жайды. Қыстың күні малдар өзінің тұяғы менен қарды кеуіп, астындағы шөпті алып жей алатын болды. Бұндай малдарға жылқы менен қой жатты. Жылқыны қолға үйретуге байланысты ойлап табылған жаңалық үзеңгі мен ауыздықты ойлап табу. Ауыздық деген бұл жүгеннің екі сулық арасына бекітілген жылқының аузына кигізілетін ат әбзелі. Ал үзеңгі деген атқа оңай мініп түсу үшін жасалынған ат әбзелі және үзеңгіге аяқты тіреп, адам жылқының үстінде мықым отырады. Көшпелілердің жазда мал жаю орындары. Жалпы көшпелілер жайылымды үнемі ауыстырып отырған. Жазда олар жайлауға мал бағатын болған. Ал күзеу деген күзде бағатын жерлері, қыстау деген қыста бағатын жерлері, көктеу деген көктемде бағатын жерлері. Жазда мал жаю орындары бұл қыстаудан 100 шақырым алыста орналасқан шөбі шүйгін жайлау. Көшпелілердің жылы қоралары бар тұрақтары. Қыс түскен уақытта көшпелілер қыстауға қайтып келген. Қыстау деген бұл көшпелілердің қысқы мекен жайы. Олардың үйлері тастан және шикі кірпіштен салынған. Сондай-ақ малдары үшінде жылы қоралар салған. Малды ықтасында тұру үшін қамыстан, шиден ықтасындар жасаған. Біздің заманымызға жеткен ежелгі мерекелердің бірі бұл Наурыз мейрамы. Наурыз мейрамы 3000 жылдан бері тойланып келе жатырған ежелгі мереке. Біздің қазақта бұл күнді ұлыстың ұлы күні деп атайды және жылдың басы деп есептейді. Өйткені 22 наурыз күн мен түннің теңескен күні. Қазақстанда Наурыз мейрамы халықтық мереке болып тойланады. Таза көшпелі тұрмыс қалыптасқан аймақтар. Жалпы көшпенділерде мал шаруашылығы 3-ке бөлінген. Таза көшпелі мал шаруашылығы, жартылай көшпелі мал шаруашылығы және отырықшы мал шаруашылығы. Таза көшпелі мал шаруашылығы қалыптасқан аймақ батыс және орталық Қазақстан. Оларда көбіне жылқы менен қой өсірген. Жартылай көшпелі мал шаруашылығы дамыған аймақтар. Бұлар Алтай, Жетісу таулы аймақтары. Жартылай көшпелі деп отырған себебі, бұлар көктемде, жазда, күзде малға жайылымдық жер іздеп алыс жерлерге кетеді. Ауа райына байланысты жайылымдық жерлерге байланысты малын жайып, қыста өздерінің қыстауына қайтып келеді.
Темір дәуірінде отырықшылық шаруашылық дамыған өңірлер. Жауабы Сырдария, Шу, Келес өзендері аңғарында. Жалпы отырықшылық шаруашылық дегеніміз өзен сулардың айналасында мекендеген көшпелілер көбіне отырықшылық шаруашылықпен айналысты. Яғни бір жерде отырып, малын да бақты және азын аулақ үйінің айналасына егінін де салды. Киіз үй қабырғасының атауы. Жалпы қазақтарда көшу кезінде алып жүруге қолайлы тұрғын үйлері осы киіз үй. Киіз үйдің ағаш қаңқасы 3 бөліктен тұрады. Үйдің қабырғасы кереге деп аталынады, төбесі шаңырақ деп аталынады, ал осы кереге мен шаңырақтың арасын жалғап тұратын иінді ағаш уық деп аталынады. Ерте көшпелілердің баспаналарында пеш орналасты. Ошақ ағаш үйдің шаңырағының астына қақ ортаға орналасты. Жалпы ошақ дегеніміз бұл үйді жылыту үшін жасалды, не болмаса тамақ пісіру үшін арналды. Тамақ пісіруге арналған ошақтар тас ошақ, жер ошақ, не болмаса қазан қою үшін арнайы тағандар жасалынды. Көшпелілердің баспаналарындағы киелі санаған орын. Бұл ошақ маңы, ошақ шаңырақтың астына орналасты. Көшпелілер отқа табынғандықтан отты киелі қасиетті деп есептеді. Бір жағынан оттың айналасында отырып, олар жылынатын болды. Киіз үйдің ағаш қаңқасын құрайтын бөлігі. Киіз үйдің ағаш қаңқасын 4 бөліктен тұрады: шаңырақ, уық, кереге және сықырлауық. Достар, мен сіздерге темір дәуірі туралы көптеген пайдалы ақпараттар айттым деп ойлаймын. Жақсы білім ала беріңіздер. Егер осы видео ұнайтын болса, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар және тіркеліп кетіңіздер. Келесі сабақта мен сіздерге сақтар туралы айтатын боламын. Сау болыңыздар. Төменде шығып тұрған 2 видеоны да көруге ұсынамын.